сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымызды бастайық. Ендеше біз бүгін қысқаша көйту формулаларына есептер шығарып, жаңағы біздің өткен қысқаша көйту формуласының формулаларын қайталап шығамыз. Ары қарай. Біздің мақсатымыз енді бүгінгі сабақтың барысы мынадай бізде жаңағы 6 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім ой қозғау мозаика әдісімен қазір тапсырмалар туындаймыз. Екінші бөлімде ауызша есептейміз. Одан кейін қалпына келтір деген жаңа тапсырмалар болады. Келесіде білім арзан, білу қымбат деген жаңа бөлім бойынша жұмыс жасаймыз. Содан кейін сергіту сәті және оқулықпен жұмыс деген осындай 6 бөлімнен тұратын тапсырмаларды орындап шығамыз бүгінгі сабақта. Жақсы, ал сәттілік балалар. Енді мұнда біз мынадай жаңағы мозаика әдісін қарастырып шығайық. Бізде мына арада бірнеше тапсырмалар шықты. Осы тапсырмаларды енді мынадай бірінші тұрған а квадрат алынған б квадрат деп отырған мына жақтан іздейміз. Қайсына жаңағы сәйкестік қайсында тұр? Қолымызды жылдам көтереміз де, жаңағы теңдігін айта береміз формуланың. Ал іңкәр айтып жер біріншісі А квадрат азайту в квадрат, а қосу в, а азайту в. Тең болады, а қосылған в мен, а алынған в мен жағын. Екі өрнекті қосындысы мен айырмасына көбейтілісі деп айтсақ жақсы. Жақсы, жарайсың. Келесі екінші жаңағы нені ал Айзер айтып жүр ғой. А қосу в-ның квадраты тең а азайту в-ның квадраты. Жоқ, екеуі бір-біріне тең бола алмайды. Ойланамыз тағы. Ал кім сезім айтып жүр? А қосылған в-ның квадраты тең а квадрат қосылған 2а қосылған в квадрат. Дұрыс па? Жақсы, дұрыс, өте жақсы. Келесі, одан кейінгі үшінші жаңағы формулада. Барма жауап береміз, сайысында қайда ғой. А квадрат алу 2а в қосу в квадрат тең а алу в квадрат. Алынған в-ның квадратын береді екен. Жақсы, өте дұрыс. Рахмет. Отыра ғой. Келесі, тағы балалар жатам, ал батыр айта ғой. Алынған в-ның кубы тең болады а куб қосылған 3а квадрат в қосылған 3а в квадрат қосылған в куб. Жақсы, өте дұрыс. Келесі, жақсы, соңғысы қалды. Нұртас айта ғой. А куб алынған 3а квадраты в қосылған 3а квадрат алынған в куб тең а қосылған в куб. А қосылған в-ның кубы деген. Яғни бұл мынау формуланы берді. Жақсы. Дұрыс па балалар? Бұл жерде қосу емес, балалар негізі азайту болады. Себебі мына жерде барлық жерде азайтуламалы тұр. Тек қана мына екінші шешеленгеннің алды плюс болса, онда бізде азайту болу керек екен. Мына жерде формулада жақсы техникалық немелер бізде кішкене кемшілігі болды мына жерде. Жақсы. Келесі тапсырмамызға ауызша есептеу. Енді мына тапсырманы көрейік ал. Бірінші тапсырмада мынаның нәтижесі қалай болады? Мынаны ары қарай жаңағы қысқаша көйту формулалары бойынша біз ары қарай өрнектеп жаңағы мәнін айту керекпіз ал. Бар ма айтам деуші? X қосылған 10 мен X алынған 10-ның көбейтіндісі не береді? Қысқаша көйту формуласы бойынша. Әмелі. Не беруші? Мынада екі жақша, біреуінде қосындысы, біреуінде айырмасы тұрса. X қосылған 100. Қалай? X қосылған 100. X қосылған 100. X қана ма? X квадрат. Азайту 100 болады, жақсы. Келесі, одан кейінгі мынада қалай болады? Тұтан балалар. Мынау а квадрат алынған 4 деген. Бір кішкене сендерге бағып берейін. 4 деген қандай сан квадраты? 2-ның ендеше. Бұл қандай формула береді бұл жерде? 2-ның квадраты. Бұл не береді? А алынған 2. Дұрыс айтамыз, батып тұрғайды. Содан кейін ол қайтеді, мына бөлшектің бөлімдегі өрнекпен? Біреуімен қайтеді? Қысқарады. Не қалады сонда? Қосындысы қысқарып кетсе? А алынған 4. А алынған 2. 4-ті біз 2-ның квадраты деп ажаттық қой. Жақсы. Келесі. Y қосылған 1-дің кубы. Бұл қандай формула беріп тұр? Соны жіктеп ашамыз? Тұрып айтамыз. Тұрып айтауы батыр. Y куб 3 қосылған 3y
қосылған y квадрат y квадрат қосылған 3 еселенген 3 y иә дұрыс қосылған 1 болады дұрыс жақсы 4 мүше шықты дұрыс келесі мына жағдайда екі жақшаға мұқият көңіл аударайық 2а қосылған 3 алынған 2а мына жерде қосылғыштың орны ауыстыруға бола ма? иә болса онда не береді екі жақша квадрат азайту 3 иә квадраты мұқият қараймыз мына екі жақшада қайсы маңызды рөл атқарушы еді қосымсы ма? айырмасы ондаша қалай болады? квадрат азайту 3 квадрат жоқ мынау маңызды рөл атқарады деп айтты 3 қосу 2а көбейтілген 3 алу 2а формуланы 3-тің несі болады? алу 2 квадрат 2-ның квадраты қанша? 4 квадрат дұрыс 3-тің квадраты? 9 береді жақсы келесі мына жаңағы неде есепте қалай болады бұл да формула ғой енді жылдам 17 алынған 3 дұрыс көбейту 17 қосу 3 ал 17-ге 3-ті қоссақ 20 ал алсақ 14 20 мен 14-ті бөлсек 20 мен 14 көбейтсек 280 е енді оп-оңай есеп мынаушы в қосылған 5-тің квадраты бұл нені береді неше мүше шығады? 3 мүше в квадрат қосылған 5v тең 20 2 еселенген формуланың екісі бар иә сонда қосу 25 2 мен 5-ті бөлсек 25 10 болмай ма ортаға мүше иә келесі мынада Махамбет қалай болады? жылдам бар ма жауап беремдеуші? Нұртас Амирлар сезім неше мүше шығады? 3 мүше жаңа міне мынаны қалай жіктедік дәл сондай ғой с-ның квадраты қосу 4 с содан кейін қосылған 2x'нің несі? квадраты жақсы неше болады? 4x квадрат болады жақсы келесі міне енді мынау қалпына келтір деген бұл да мына сұрақ белгісінің орындағы нелерді табу керекпіз біз мүшелерді мына өрнектің мынада x квадрат x квадрат ал квадрат болды келесі мына жерде 3 мүше шығу керек екен мына сұрақпен мына жердегі сұрақтың орнын табамыз 3 мына жерде 3 болса мына жерде 4 аның квадраты жақсы дұрыс екен келесі екі жақша жаңағы тағы да екі жақша квадрат 3x квадрат қосу 2x квадрат бола ма мына жерде 6 дәрежесі шығып тұр екен x болады екен жақсы келесі мынаған көңіл аударайық содан кейін мына жерге 3 соңғы жақсы түсініп жатыр сен бағана иә мына жерде бірінші жақшаның ішіндегі өрнекті мұқият жаңа көңіл аударып алайық содан кейін мына сұраққа а квадрат қалай а квадрат жоқ екі жақшаның ішінде бірінші жақшада 2 мүше екінші жақшада 3 мүшенің көбейтіндісі мынау арада мынау с-ның несі шығып тұр? кубы 125 деген қандай санның дәрежесі? 5-тің несі? кубы ендеше мынау а және в-ның көбейтіндісінің несі болады мұнда? кубы болады мына жерде сонда? квадрат болады міне а квадрат в квадрат болады енді соңғысында соңғыда сұрақ белгісі әмина бұл жерде x болады екен мына жерде куб болады екен жақсы жарайсыңдар ары қарай келесісін көрейік
міне мына жерде білім арзан, білу қымбат деген жаңағы қорытындылау бұнда да. Мынау А және В деп отырған жердегі өрнектердің орнына 3А және В-ны қоямыз. 3А қосу В. 3А қосу В, 3А алу В. Дұрыс, келесінде. 3А алу В-ның квадраты. Жақсы, 3А қосу В-ның квадраты. Жақсы, келесінде. 2 Дұрыс. Мына 2 квадрат, дұрыс. 2 қосу 8 квадраты. Дұрыс, жақсы. Ары қарай. Міне, енді мына жаңағы нені мына жерде орындауға берілген екен. Енді мынау сербіту сәтінде бізде теңдік дұрыс болатындай мына сандарға амалдар қолданып 500 деген 1000 деген жаңағы теңдіктегі санды алу керекпіз. Мына жерде бізде бірнеше төрт тұр балалар. Қарайықшы, мына жерде 2, 4-те 6, 8 төрт тұр екен. 8 төрттің арасына қандай амалдар қойғанда біз 500 деген санды ала аламыз. Ойланып көрейік ал. Қандай сандардың жаңағы арасына, қай цифрлардың арасына мысалы. Тез ойланайық. Бұл сербіту сәті кішкене жылдам жаңағы немен тауып ала салатын ғана. Қандай сандарға, қандай санды қосқанда 500 шығады деген сұрақ қой. Мысалы, мынау 3 орынды сан. Ендеше мына жерде басында біз неше орынды санды қоссақ деп алу керекпіз? Неше орынды? 3 орынды сан бар. Ойланайық. Сонда 3 орынды сан болса 444-ге нешені қоссақ? 44. Ал 44-ті қоссақ қанша болады? 484. Одан кейін. Енді 2 4 қалды. Ол қалай болады? 3 бар аралығы. 488 болды ма? 488-ге енді мына 3-4-тің арасына көйді қоямыз ба? Қосу. Қалай болады? Қосу қоямыз, қосу амалын. Сонда? 3-4-ті қоссақ неше болады? 12 болады. Сонда 500 шықты. Дұрыс па? 488 жаңа оған 12-ні қоссақ. Мына жерде ше. 6-3 тұр екен. 6-3-тің 3.324 бөлім 3-ке. Терімшек? Тем 1000. 1000 шықпайды ғой. 1000 шықпайды ғой. Шын ойлана? 333-ке. Нешені? 333-ті бөлім. Сонда? 1000 шыға ма? 1000 шықпайды ғой. 333-ті 3-ке көбейді. Оған қосамыз 3 пен 3-тің бөліндісін. Сонда мынадан 1 шығады, мынадан көбейткен кезде 999, оған 1-ді қоссақ 1000 деген сан алады екенбіз. Дұрыс па? Жақсы. Кішкене ойланып қалдық, иә? Оқулықпен жұмыс жасаймыз. Енді оқулықпен жұмысымыз бізде мына жерде 537